екінші бөлім. Кеттік, бастайық. Әйтеуір дегенде келдік. Нови алған сумкаларымыз керемет болды. Иә. Киімімізді ауыстырып, рахаттанып, телевизор көрейік. Міне басымдағы күн киетін киіміміз. Так, осыны киемін мен. Мен не киедім? Басымызға тақпай қояйық. Иә. Онсызды шаршап басымыз ауырып келді ғой. Маскамызды алып тағып алайық та. Жақсы. Мен мынаны бүйтіп. Мен бетімде осындай пайда болды. Кеттік. Енді не жаңалықтар болып жатыр екен? Иә. Лапша бір сағат өткеннен кейін. Сағат 6 болды. Жүр кеттік. Жақсы. Нем қалай екен? Болады екен. Сенің балаларың бар ма еді? Иә. Жақсы. Үйің әдемі екен. Балаларың қайда? Балаларың жоқ па? Бар. Қыздар, тұрыңдар. Уж кеш болды. Жоқы баспа немене? Әрине. Ой, әке. Сәлеметсіз бе? Бұл кім, әке? Бұл сендердің аналарың. Не? Қалайша? Жоқ, сіз айтып едіңіз бе екінші әйел алмаймын деп. Иә. Жүріңдер қыздар, олай болмайды ғой енді. Жүр кеттік. Ренжідім сізге. Қалайша, әкем олай істей алмайды. Иә, жақында мектеп басталады, соған да дайындалу керек. Мен қатты шаршап тұрмын. Мен де. Мына жағдайдан кейін одан сайын шаршадым. Кітап алып оқиық. Дәптерге сөздер, бір бәлелер жазайық. Біздің бөлмеге жаңадан отыратын зат алғызу керек еді. Қазір әкем келеймен. Әке, біздің бөлмеге ондық алғызыңызшы, жарайды. Әкеме сабақ оқитын деп айттың ба? Ой, жоқ, отыратын жай ғана. Кейін. Аналар қашан келеді екен? Иә. Жүрші далаға барып көрейік. Кәнекей. О, келіпті. Кіргізіңіздер. Иә, сәлеметсің. Жақсы. Жігіттер, жүріңдер, көтеріңдер. Орналастырып болдыңыздар ма? Иә. Мұнда не ғой? Тағы бір диван. Білмейміз. Өздері солай жалдатқан 4 диван деп. Мұнда не тағы бір диван, әке? Сендердің аналарының да диваны бар. Мен оны ана деп айта алмаймын. Және ол біздің анамыз емес. Біз өзімізді айтқан жоқпыз. Ол біздің анамыз деп. Иә, сіз бізге уәде берген болатын, сіз екінші әйел алмаймыз деп. Ой, қыздар, не болды сонша? Қараш. Я, жаман отыр. Соныңда бір кәрі кемпір ғой. Ал енді ақшасы беріңіз. Мен әкемнен бұндайды күтпедім. Жақсы. Барлығы қанша болды? Барлығы 35 мың болды. Мінеге 35 мыңдағымыз. Жақсы. Кеттік, жігіттер. Енді не істейміз? Енді сабағымызды оқиық. Так, мында қазақ тілден 25-ші
Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін не істейміз? Білмеймін. Ертең мектепке барамыз. Сол үшін ана әкемдерге киім алдырту керек еді. Иә. Бүгін күн суық па, қалай? Білмеймін. Қазір терезеден көре салайын. Күн жылы сияқты. Маған бір түрлі тамағым ауыртты ма, бір түрлі болып тұрмайды. Киім қарапайым, иә. Саған жарасатын қылсап көрінбейді. Қоқысқа тастай салу керек. Қоқысқа тастама, ана кемпірге бере жатсаң болды ғой. Ол кисе? Киетін шығар, нормально ғой. Осы киімді кием. Мен қай киімді кисем болады екен. Так, мен мына киімді кием. Біздің маскамыз қайда кеткен? Білмеймін, жоғалып кетті ғой. Әйтеуір кеше түнде іздеп таппай қойдым. Кемпір лақтырып жіберген жоқ па? Білмеймін. Мүмкін Әкем әлі ұйықтап жатыр екен. таңғы жасап қоямыз оларға. Давайте. Ата ана кемпірдің жасаған тамағы жаман екен. Так, бүгін не жасаймыз? Ойланып көрейін. Білмеймін. Мен ойымша бар емес пе? Так, қандай тамақ жасақ болады? Таптым. Давайте екеуміз таңғы асқа несквик жейік. Ал әкемізге нанға жеміс қосып берейік. Жақсы, өте керемет ой. Сонымен Анаған лимон қосайық. ащы болып ұрсып жүрмесін бізге? Ұрыспайды ғой мен. Екеумізге несквик. Мынау иттің тамағы емес па, что-то? Так, Сүт құяйық. әкемдерге шай ма? Иә. Олар таңертең шай ішеді. Шай қайната аламыз ба, біздің қолымыздан келсе дейік. Бірақ дайын ғой шай. Күнде қайнатылып тұрады. Кішкене қайнат жүрек тағы да, су кетіпті. Все. Болды. Бей. Мынау өшпей қалды. Болды, өшті. Осы шырынның дәмі күшті. Шын айтасың ба? Иә. Мен де бір рет ішіп көрсем бе екен. Бір күн ішермін. Ішіп алсай. Кайф мынау. Енді шайымызды ішейік. Әкемдерді оятайық. Қазір оятамыз. Үйде шай бітейін деген ба, қалай? Мен суға түсіп аламын деймін. Түсіп ал. Мен кейінірек бір күн түсіп аларым. Мен барып әкемдерді шақыра берейін. Әке. Қайырлы таң, әке. Біз сіздерге тамақ жасап қойдық. Тезірек келіңіздер. Тұра ғой. Жаным, тұра ғой. Ана кісіге қалай жаным дейді. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мен бүгін бір әдемі киімді кисем. Ана ақ киіміңді ки. Жақсы. Мен бүгін аттар жарысына барамын. Ал мен үшін Әлгі ақ торы ат есіңде ме? Иә.
соны жасқа қатыстырамын. Бірінші орын алсын. Рахмет. Кеттік, тамақ жасап жіберейін. Қыздар тамақ жасап қойдым дейді. Немене? Олардың тамағы онша болмас, өзімнің жасаған дәмді тамағымдай. Енді отырып ішіңіздер. Ханым, андағы орын сіздікі емес. Бұнда Ойбай, арай отырады. кешіріңіз. Ой, кешіріңіз деп қой, кешір байға, мен сен орныңа отырып алыппын. Әке, Ау, сіздер бізге ертең мектепке барамыз, соған кейін бір бәле алып бересіздер ме? мектепке жай киіммен бара берсеңдер де болады ғой. Бізге апай мектепке бірыңғай формамен келесіңдер деді. Жарайды. Форманы Көреміз сосын. бүгіннен қалдырмай алу керек, өйткені ертең сабақ уже. Жарайды, мен кеттім. Аттар жағасына барамын. Жақсы. Жолыңыз болсын, әке. Сау болыңдар. Рахмет. Сау болыңыз. Кәне, болды, әкем кетті енді. Мен душқа түсіп алайын деген едім. Түсіңдер, мен бөлмеме кеттім. Ананың байлығын тартып алу керек. Өзіме қалай алдарсам болады? Маған бір жоспар керек. Құрбымды шақырайын. Ана бай шал келмей тұрғанда, кәрі шал келмей тұрғанда құрбым екеуміз ақылдасып алайық. Қазір құрбыма қоңырау шалайын. Так, ыдыстар жинап болды. Енді мен суға түсемін. Иә, мен қазір кір киімдерді алып келейін. Мен түсе бермесем не деген? Кірлік кеттім. Ой. Мен душқа түсе берейін. Кемпір, жуатын киімдерің бар ма? Маған кемпір деме, мен сендердің аналарыңмын. Ой, бәрібір емес па? Шығар кәні киімді. Сен үшін бәрібір болсын, мен үшін бәрібір емес. Мына пижаманы жу, мына киімді жу, мына киімді жу. Почти бәрін жуа сал. Мен жуатын сенің қызметшің емеспін. Кір машина жуады. Ой, бай дөрексің ғой. Не болды, құрбым ашуланып кеттің ғой? Ой, ештеңке ойнап ғой. Не істеді ол саған? Маған киіміңді жуа сәл, ананы істе, мынаны істе. Өзінше ақыл айтып. Бәрін жуа немене деп жатыр ма саған? Иә. Бетіне айтсамадың ба, өзің жуа керек болса деп. Мен кір машина емеспін жуатын. Молодец. Оған сөйтіп сөз қайтара бермесе, ол солай болып кете береді, короче. Біраз сабақ оқиық, ертең сабақ болады. Иә, дәптерге біраз есеп шығарайық. Черновикқа жаз, а то андай не. Черновикті жазбасаң, андай не болады. Дәптерге жазсақ клиент қалады. Вот, енді қандай есеп жазсам болады. Так, мысалы... Қосу бір деп жасай. Боқтан оңай ғой ол. 2 болады ғой жауабы. Так, мынандай есеп жазайын. 79 көбейтемін 81 19 бөлемін оны. Қалдықпен шығып қала ма немене? Или қате есептеп алдым, басынан есептейін. Ой, мен, короче, жазайын. Жазсаң, бопты. Ой, ручкам.
Енді бұқтан оңай есепті шығара алмай отырсың ба басың қатып. Мен қазір құрбым келеді. Сомен білмеймін де сөйлесем, маған жағаласпаңдар. Біз сізге жағаласпаймыз. Так, ананы салайын. Мен сізге сөз қайтармаймын. Жынды деп беріңіз мен қайтарып. Есікті ашып келсе бар бенді. Есікті ашса енді, құрбың келсе. Маған ей деп сөйлеме. Мен сенің анаңмын. Не? Кеш бар. Мен саған ештеңе демеймін. Көресің ғой. Тук. Так, қалайсың құрбым? Жақсы. Жүр менің бөлмемде отырып сөйлесейік. Мына дивандарың байлардың диваны ғой что-то. Иә, өзім арнайы жасатқанмын, маған жасап берші деп. Бай сияқтысың ғой. Иә, бұның мен кейін байлығын тартып аламын. Сосын өзіме ауытып, ана қыздармен көзін жоғалтатын боламын. Ха. Олар тым істей алмай қалады. Жәмила, маған 27.000 теңгеге біраз заттап бермейсің бе? Кішкене байып, оның көңілін өзіме аулайын. Сонан кейін алып берермін. Ё-моё. Ей, сен қыз не істеп жүрсің мұнда? Сен менің ашуыма тидің. Осыдан ана әкеңе айтып көр, жаныңды шығарамын. Шарт. Кет жоғал. Не болды? Не болды, құрбым? Ана кемпір саған тағы бірдеңке деді ма? Ой, қыздар. Өзі байқамай құлап қалды. Ол құласа жыламайды. Қыздар енді міндетті түрде жылайды ғой. Міндетті дегенде ол кішкентай емес қой. Кішкентай қой қыздардың бәрі. 16 жастамыз біз бақандай. Ой, қойшы болды, кетті Жәмила. Кетші бар қарғат. Саған сөйлеп тұрған мен ақ. Давайте екеуміз самалға барып біраз киім алайық. Жақсы. Маған телефон, сондай бәле. Сенде ақша бар ма? Енді менде ақша жоқ. Жақсы, өзім алып беремін. Кеттік. Бұл кәрі шалдың ақшасы қайда тұр екен? Бұның ақшасын тауып алу керек. Камерадан көзі. Жақсы, қазір камераны ашып қарай саламын. Таптың ба? Таптым. Ол өзінің бөлмесінде екен. Қазір алып екеуміз әбден қыдырамыз. Маған біраз киім бересің. Ойбай, өз бөлмесінде деппін ғой, қонақ бөлмесінде екен. Паролі қандай екен? Міне, ашылды. Алтын. Ақша. Жүр, кеттік. Қаштық. Мықта, чемоданға салып. Жақсы. Тезірек салуымызақ болмайды. Қыздарым қорып қойса, ой, қатындаппын ғой, екі сұмырай қыз. Қаштық. Ана екеуі не алып кетіп барады? Біз жайлы айтып жатыр. Не алып кетіп барады? Сенің киіміңнен біраз киейінші. Ки. Вау, маған қандай жарасады, қараш. Бұл менің ұйқы пижамам. Осыны киіп ал. Осыны киіп. Жақсы, өте әдемісің.
кір жуушыға сала салып кеттік. Келдік, енді барып қалаған тамағымызды алайық. Мына көйлек қандай әдемі. Алып алайық. Ханымдар, бұл көйлек сатылмайды. Неге? Бұл арнайы бұйыртқан көйлек. Бізге сат, біз саған алтын береміз. Сата алмаймын. Сат дедім. Сата алмаймын. Алтын береміз біз саған. Бұл заманда, о заман алтынды өмірімде көрмеппін. Шынымды айтайын. Ал бізде бар, көрсетейін бе? Көрсетіңіз кәне. Алтын бар. Я, келсем. Мә, жүгірмек ал. Ал біз осы көйлекті аламыз. Күшті сынай. Я, саған алсаң, саған өте әдемі жарасады екен. Кәнеки. Үйде киіммен кетіп қалыппын ғой. Маған сағатын сакет болса, бірақ та чемоданға салсылайық. Ана мазаның костюмы қандай әдемі. Маза, костюмыңызды бізге бересіз бе? Ханымдар, мен түсінбей қалдым. Что-то. Түсініп тұрсың сен. Бізге ана костюмды бер, ал біз саған ақша береміз көп. Келіспеймін. Бересің. Алтын. Немесе ақша. Жақсы, берем. Алыңыздар. Осы көйлекпен жүрейін. Әйтпесе, Ана киімді шалыңа беріп қойсын. жаман кәрі шал. Кеттік. Қалған ақшасını тамақтанып алайық біраз. Кәнеки. Отырайық мына жерге. Осы жаққа отырамыз ба? Өте керемет. Хачапури бар екен. Өте керемет заттар. Қайыршы. Ханымдар, не болды? Бізге біраз мороженое беріңіз. Жақсы.